Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 161 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жазбасы, болашақтың қаласы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты кеңістік геометриялық фигуралардың пирамида, цилиндр, конус жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және үлгісін құрастыруды үйренесің. Балалар, біз қандай кеңістік геометриялық фигураларын білеміз? Есімізге түсірейікші. Тікбұрышты параллелепипед, куб немесе шаршы дейміз, пирамида, конус, шар, цилиндр, призма сияқты кеңістік геометриялық фигураларын білеміз. Балалар, оқулығымыздың 115 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мына ғимараттар есіңе қандай геометриялық фигуралар салады? Яғни, біз суретте болашақ қаланың суретін көріп тұрмыз. Болашақ қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады дейді. Яғни, бірінші үйіміз біздің пирамидаға ұқсап тұр. Екінші үйіміздің пішіні шарға келеді. Ал үшінші үйіміздің пішіні цилиндр тәрізді. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырмаға қарайық. Жазбаларды қара, олардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықтап көр. Мысалы, жасыл түсті жазбаға қарайық. Бұл қандай фигураның жазбасы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл пирамиданың жазбасы. Екінші, ақшыл көк түсті жазбаға қарайық. Бұл қандай геометриялық фигураның жазбасы? Бұл цилиндрдің жазбасы. Қызыл қоңыр түсті жазбаға қарайық. Бұл қандай геометриялық фигураның жазбасы? Дұрыс айтасыңдар. Бұл текшенің жазбасы. Жасыл түсті жазбаға қарайық. Бұл қандай геометриялық фигураның жазбасы? Бұл дұрыс айтасыңдар. Конустікі. Қоңыр түсті жазба. Бұл үшбұрышты пирамиданың жазбасы. Ал енді қаракөк түсті жазбамыз біздің тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы екен. Есіңде сақта, пирамиданың табанын көпбұрыш құрайды, ал бүйір жақтары ортақ төбесі бар үшбұрыштар. Пирамиданың жазбасы табаны саналатын көпбұрыш пен үшбұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигуралар. Яғни, пирамиданың табаны үшбұрыш болса, онда ол үшбұрышты пирамида болады екен. Егер жаңағы оның табаны шаршы болса, ол төртбұрышты пирамидаға жатады екен. Сол сияқты балалар, алты бұрышты пирамида болады екен. Мына суретте біз үшбұрышты, төртбұрышты және алты бұрышты пирамидалардың жазбасын көріп отырмыз. Пирамиданың түрлері міне. Үшбұрышты пирамида, төртбұрышты пирамида, алты бұрышты пирамида. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірле дейді. Қабырғаларының ұзындығы 7 см болатын шаршы сызып аламыз. Әр қабырғаның дәл ортасын табамыз. Әр қабырғасының ортасынан ұзындығы 6 см перпендикуляр кесінді сызамыз. Суретте көрсетілгенде үшбұрыштар саламыз. Бір-біріне жемдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалтыру керек екенін ойланамыз. Сызық бойымен бүктеп, дайындаманы қиып аламыз. Пирамиданы ұқыптап желімдейміз. Балалар, осы тапсырманы жақсылап орындаймыз. Өздік жұмыс. Оқулығымыздың 117 бетіндегі
номер 4-ші, номер 5-ші, номер 6-ші, номер 8-ші тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жақсы балалар, тапсырмаларды оқыпты, дұрыс орындауға тырысамыз.